Сәлеметсіздер. Сәлем балақай. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Балғаным Жанболатқызы және Шәкірт онлайн мектебі. Қалдарыңыз қалай? Тамаша. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін сауат ашу сабағында біз өткенді қайталаймыз. Яғни нәтиже сабақ мен не үйрендім тақырыбында өтеміз. Қанекей, барлығымыз оқулығымыздың 106 бетін ашайық. Барлығымыз оқулықты аштық па? Керемет, ендеше бірінші жаттығуға зер салдық. Тапсырмасын оқыдық. Жұмбақтың шешуін тап. Қане ендеше жұмбақты барлығымыз бірге оқыдық. Теңбіл шұбар терісі, шөлдегі аңның ірісі. Жонында жолы бар, бұл қандай жануар? Қанеке барлығымыз ойландық. Керемет, әрине бұл жолбарыс. Жұмбақтың шешуіндегі сөз туралы ақпаратты дерек сөздерден біліп алып, міндетті түрде чатқа жіберіңіздер. Келістік пе? Тамаша. Ендеше келесі екінші жаттығуға зер салайық. Барлығымыз тапсырмасын дауыстап оқыдық. Сөйлемдерді көшіріп жазып, заттың сынын білдіретін сөзді тап. Қанеке ендеше бұл сөйлемді барлығымыз дауыстап оқыдық. Ол айбатты, қайратты, палуан. Қанеке ендеше заттың сынын білдіретін сөзді табайықшы. Қандай сұрағына жауап береді? Қандай? Айбатты. Қандай? Қайратты. Керемет. Ендеше сөйлемдерді көркем етіп көшіріп жаздық. Келесі жаттығуға зер саламыз. Үшінші жаттығу. Сұрақтардың орнына қажетті сөздерді тауып айтып, бір-бірлеріңді тексеріңдер. Қанекей, сөреден бастап мәреге дейін жылдамдықпен қанекей орындадық. Кім сұрағына жауап беретін? Сөз оқушы. Ал кімдер сұрағына? Тамаша, оқушылар. Не сұрағына жауап беретін? Орындық. Нелер? Орындықтар. Қандай? Тамаша. Жауап береміз? Қандай сұрағына жауап беретін? Ақ. Керемет. Қанша? 10. Кімім? Я, інім. Несі? Дәптері. Тамаша. Жарайсыздар. Дәл осылай сұрақтардың орнына қажетті сөздерді тауып айтыңыздар. Және сіздерге көмекші ретінде сабақтан соң аналарыңыз отырып, сіздерге сұрақ қояды, ал сіздер сұрақтарға жауап бересіздер. Келістік пе? Оны видеоға түсіріп, маған жіберуді ұмытпаңыздар. Бұл жаттығу түсінікті болса, келесі жаттығуға көштік. Төртінші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Қанеке барлығымыз өлең шумағын дауыстап оқыдық. Асқартау ну орман айдың көл, асыл кен көгегін самал жел. Жарқын жаз шақырды қол бұлғап, балдырған бізге кел, бізге кел. Бұл Мұзафар Әлімбай атамыздың өлең шумағы екен. Тамаша, бұл өлең шумағы не туралы? Дұрыс айтасыңдар, жаз мезгілі туралы екен. Жаз мезгілі саған несімен ұнайды? Жаз мезгілі несімен ұнайтынын осы видеоның астына комментарияға жаза өтіңіздер. Келесі, өлеңнен заттың сынын білдіретін сөзді табайықшы. Қанеке бірге. Сұрақ қоямыз, заттың сынын білдіретін. Қандай сұраққа жауап беретін еді? Дұрыс, қандай сұрағына жауап береді? Қандай? Асқар тау. Қандай? Айдын көл. Яғни айдын сөзі бұл заттың сынын білдіріп тұр. Асыл. Қандай? Көк. Қандай? Самал. Қандай? Жарқын. Қандай? Керемет. Жарайсыздар. Заттың сынын білдіретін сөздерді толығымен
тауып шықтық. Ендеше өлең шумақтары түсінікті болса, қанеке келесі жаттығуға көшейік. 5-ші жаттығу. Кестені тиісті сөздермен толтыр. Қанеке кестедегі сөздерді оқып бірге толтырайық. Ендеше осы жерге керемет етіп заттың атын білдіретін, заттың қимылын, заттың сынын және санын білдіретін сөздермен толықтырып шығыңыздар. Сіздерге 30 секунд уақыт беремін. Кестені қанекей мына берілген экрандағы сөздермен тексеріп шығайық. Дұрыс орындапсыздар ма? Кестені тексеріп болған болсақ, қанекей орнымыздан тұрып, бойымызды сергітіп алайық. Жазда апамның ауылына барып едім қыдырып, бір қошақын алдымнан ойнап шықты жүгіріп. Ақ маңдайы ай мекен, шекер мекен, бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Ақ маңдайы ай мекен, шекер мекен, бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Демалыста өзіңді тағы іздеп барамын, бір қошаққан бәрібір сені тауып аламын. Ақ маңдайы ай мекен, шекер мекен, бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Ақ маңдайы ай мекен, шекер мекен, бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Қозыларым жүрмекен, ерке сұлу сол мекен, мені қашан келер деп сағынып ол жүрмекен. Ақ маңдайы ай мекен, шекер мекен, бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Ақ маңдайы ай мекен, шекер мекен, бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Бойымызды сергітіп алдық па? Ендеше келесі жаттығуға көшейік. Нешінші жаттығуға келіп жеттік? Дұрыс айтасыңдар. 6-шы жаттығуға келіп жеткен екенбіз. Жұмбақты көшіріп жазып, шешуін табайық. Қанекей, дауыстап жұмбақты бірге барлығымыз оқиықшы. Қашша қанатын жаяды, үйрекше мойнын созады, құсша қонады. Бұл қандай құстың түрі екен? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар. Бұл аққу екен. Керемет. Ендеше осы жұмбақтың ішінде заттың қимылын білдіретін сөзді табайықшы.
Қанекей? Дұрыс, жаяды. Сұрақ қоямыз. Не істейді? Жаяды. Созады. Не істейді? Созады. Қонады. Не істейді? Қонады. Керемет, жарайсыңдар. Ендеше осы жұмбақты шешумен бірге көркем етіп жазып шықтық. Келесі 7-ші жаттығуға зер салдық. Балапан неге ауырды? Суреттердің көмегімен сұрақтың жауабын айтып көр. Бұл 7-ші жаттығуды сіздерге үйге тапсырма ретінде беремін. Суреттің көмегімен сұрақтың жауабын айтып, маған видео ретінде түсіріп жіберіңіздер. Келістік пе? Тамаша. Ендеше келесі жаттығуға зер салайық. 8-ші жаттығу. Жазғы демалысыңды қалай өткізетініңді әңгімеле. Қанекей, барлығымыз берілген мәтінді оқып шығайықшы. Алда жазғы демалыс. Ата-анаң шетелде демаламыз деп отыр. Бірақ сен ауылдағы ата-әжеңе демалыста келемін деп айтып қойдың. Ата-әжеңді, әке-шешеңді ренжітіп алмау үшін қандай шешімге келесің? Бұл сұрақтың жауабын да әңгіме ретінде видеоға түсіріп, маған жіберіңіздер. Келістік пе? Тамаша. Ендеше соңғы біздің жаттығуымыз қалыпты. Зер салып қараңыздаршы. 9-ші жаттығу. Балалардың қолындағы шарларда жасырынған сөзді тап. Сонда сен қатты қуанасың. Қанекей, балалардың қолында жасырынған қандай сөз бар екен? Шарларда қарап шығыңыздаршы. Сіздерге ойлануға 10 секунд уақыт беремін. Балалардың қолында жасырынған шарда қандай сөз шықты? Керемет, демалыс деген сөз шыққан екен. Балалардың жасырынған шарларына сөзге қатты қуанып жатырсыздар ма? Өйткені сіздерде бүгін соңғы сабақ. Енді ертеңнен бастап сіздер жазғы демалысқа шығасыздар. Қуанышты ма? Керемет, сіздерге Али мен Мерейдің де мынадай ақылы бар екен. Алда сені қызықты күндер күтіп тұр. Балалар, тек қызық қуа бермей, кітап оқуды ұмытпаңдар дейді. Мен де сіздерге осы кеңесті айтамын. Жазғы демалыста барлығымыз қызықты демаламыз, бірақ кітап оқуды ұмытпаймыз. Келістік пе? Сіздерді 4-90 аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Жазғы демалыстарыңыз сәтті өтсін. Келесі жылы кездескенше сау болыңдар.